Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен керемет маклюбе тамағын жасайтын боламыз. Кез келген ет бола береді. Мен сиыр етін қолданатын боламын. Осылай жұқалап, жалпақтап турап аласыздар. Барлығын бірдей көрсетпей қойын, тек қалай турау керектігін бір-бір көрсетіп шығайын. Енді сәбізді осылай домалақтап турап аласыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, керемет болып шығады ғой. Осы тамақшы картопты турадық, енді пиязды осылай турап аласыздар домалақтап. Міне бәрін көрсеттім. Қызып тұрған майда бәрін қызартып, әдемілеп көкөністерді қуырып аласыздар. Міне осылай. Сәбізді қуырып біттім, енді картопты қуырамын. Маклюбе дейді, айранмен ұсынады бұл тамақты. Қаласаңыздар айран қоспай да ішуге болады. Енді өзіңіздің қалауыңызша ғой. Осыдан кейін етті қуыратын боламыз. Етті қызартып қуырасыздар да, ең соңында қайнаған су қойып, бетін жауып 30-40 минутқа бұқтырасыздар. Ет жұмсақ болу керек. 30-40 минутқа бұқтырып болғаннан кейін етімізді сүзіп алып, түбіндегі мына су қала берсін. Ол еттің өзінің сөлі ғой. Енді пиязымызды орналастырамыз, ең астына әдемілеп. Негізінде бұны кішірек домалақ кастрюлькаларға істеп жатады, формасы әдемі шығу үшін. Мен көп адамға істеп атқаннан кейін қазанға істеп көріп жатырмын. Енді формасы не очень болып шықса да, дәмі керемет болатыны сөз жоқ. Қалауыңызша тұздайсыздар, қара бұрыш себесіздер, әр қатарға міндетті түрде. Енді осыдан кейін сәбізді, картопты рет-ретімен орналастыратын боламыз. Мен осылай үстін бастым, себебі қазір төңкерген кезде шашылып кетпесін деп. Міне картопты осылай қызартып, әдемі қуырбаңыздар, ол тамақтарыңыз ерекше дәм береді ғой. Картопты бітіргеннен кейін бұның да үстіне міндетті түрде қара бұрыш, қызыл бұрыш болса сепсеңіздер болады, тұз себіңіздер, өздеріңіздің қалауларыңызша. Енді сәбізді орналастырып шығамыз. Керемет болып шығады, жасап көріңіздер міндетті түрде. Міне сәбізді орналастырып аламыз. Енді күрішімізді жақсылап жуыңыздар, прям ағарғанша жуыңыздар. Қара бұрыш септім, бетіне тұз септім, міндетті түрде. Енді мынау еттің сөлі ғой, мен құйып жібердім. Дәмі шығады, сорпасы. Етті жаңа бұқтырдым ғой, соның суын құйдым. Енді осыған қайнаған су құясыздар. Қайнаған суды бетінен күріштің бір 2-3 сантиметр асатындай құясыздар ғой, міне осындай жеткілікті. Енді осыны отқа қоямыз да, бетін ақырын ғана күрішті осылай араластырасыздар. Осы сәтте тұзын көріңіздер. Егер тұзы жақсы болса, сол жеткілікті. Енді осыны бұқтыратын боламыз. 40 минуттай, 50 минуттай орташа отта астын басып қойып. Енді бұл тамақта әрлеп сәндегенге кез келген көкөністер болады. Помидор, қиярды алып, мен осылай 4 бұрыштап турадым. Аскөкті қостым. Және мен айранды жеке ыдысқа құйып қойдым. Себеп бізде бұл тамақтың ішіне айранды араластырып, кейде ұнатпайтын адамдар болады. Сол себепті енді төңкереміз. Тамағымыз дайын болды. Қараңыздар, керемет болып шықты. Мына еті деген балбырап тұр ғой. Міне салатымызды жан-жағына орналастырамыз. Осылай. Керемет болып шықты. Жып-жұмсақ күріштері шаштай болып жасап көріңіздер міндетті түрде. Бетіне осылай сәндеп, аскөктерді сеуіп қоямыз. Осымен біздің табағымыз дайын. Маклюбе деп аталады бұл тамақ. Міне жақыннан көрсетейін сіздерге. Ерекше дәмді болып шықты. Айранын міне мен жеке құйып қойдым. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Ас болсын.